қиямет күні бір адам келеді екен да Алланың құзырына. Оның сауабы таудай болады екен. Таудай сауабы бар. Сөйтіп, ол өмірде бір адамдарға залымдық жасаған, бір адамның ақысын жеген, сондай болып шығады. Сол жаңағы оның қолынан залымдығын көрген, оның қолынан зиян шегіп қалғандар, оның жаңағы таудай сауабы бар ғой, сол жерден аз-аздан ала бастайды. Біреу келіп, сен маған пәленше істеп қойғансың деп анан алады, сен менің ақым жеп қойғансың деп анан алады. Сосын хадисте келеді, бүкіл алады, жақсылығы бітіп қалады дейді. Ойлаңызшы, таудай сауаппен келді Құдайға. Енді жасаған зұлымдықтар көп болып тұр ғой. Сауаптардың барлығы жан-жаққа тарап кетті, ештеңке жоқ. Муфлис, банкрот анау адам. Кәдімгідей еш нәрсе жоқ. Енді сол кезде адамдар әлі таусылмай жатыр да. Сөйтсе біраз адамның ақысын жеп қойған екен да осы дүниеде. Адамдар келеді, сауабы жоқ. Не істейді? Сауап жоқ болса, сенен сауап аламасам, күнәмді іліп кетем дейді. Күнәсін алады да анаған іліп кетеді екен. Сол кезде манағы басында таудай сауабы болған адам біреудің ақысын жеген болса, керісінше күнәсі көбейіп кетіп, фаятраху илан нар дейді, тозаққа тасталынады дейді. Құдай сақтасын, осындай болады. Бірақ мынау Алла тағала айтып тұр ғой, оразаның сауабын мен өзім берем деп ше. Сол жерде ғалымдарымыз айтады, оразаның сауабын дейді, ешкім алып қоя алмайды дейді. Ойлаңыз, шеттен келіп, дәл осы оразаның сауабын, дәл Алла үшін істелінген үшін, ол жерге ешқандай рия араласпаған үшін, сондай бір кіршіксіз бұл құлшылық болғаны үшін, Алла оның сауабын өзім берем деді ғой. Өзі берем дегеннен кейін өзінің құзырында сақтаулы болып тұрады екен да. Сол себепті өзінің құзырында сақтаулы болған нәрсені өзге біреу алып кете алмайды екен. Демек, оразаның сауабы күйіп кетпейтін сауап. Керемет нәрсе емес пе? Алланың осындай мейірімі ашық болған кезде адам ораза ұстауға асу керек. Сол себепті пайғамбарымыз хадисте айтты, ораза ұстаушы адамның екі қуанышы бар деді. Біреу ауыз ашар уақытында, сол тамағын, суын ішкен кезде қуанады ғой. Екіншісі, Раббысымен кездесіп, оразаның сауабын көрген уақыты дейді. Осы екі үлкен қуанышы. Алла нәсіп қылсын сол қуаныштарға жетуді.